Бүгінгі еңбек күнін 5-ші А сыныбы Абай атамыздың еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей сөздерімен бастады. Мен оқушыларыма тәттілер алып, оны өз еңбектерімен алу керек екендігін айттым. Балалар тәттіні өз еңбектерімен қызығып алды. Бірі ән айтса, бірі би биледі және сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі сабақтан алған бағаларын күнделіктен көрсетіп, адал еңбектерімен тәттілерді алып, көңіл күйлері көтерілді. Балалар, еңбек етсең, терлейсің, әрі ерлейсің. Еңбекшіл болу үлкен құнды қасиет екенін балалар да біліп, жақсы көңіл күймен тарасты.